Сіз неге біз қараңғы түскенде есіне бастаймыз, ал жарық шыққанда оянамыз деген сұрақ қойып көрдіңіз бе? Бұл сиқыр емес, бұл мелатонин. Оны жиі ұйқы гормоны немесе түн патшасы деп атайды. Мелатонин біздің миымыздағы кішкентай ғана эпифиз безінде өндіріледі, бірақ оның атқаратын қызметі орасан зор. Ол сіздің ағзаңызға «Ей, достым, күн батты, демалатын уақыт келді» деген сигнал береді. Бірақ қазіргі әлемде біз бұл гормонның басты жауымен бірге ұйықтаймыз. Ол гаджеттердің көк түсті жарығы. Телефоныңыздың экраны миыңызды алдап, әлі күн шығып тұр деп ойлатып қояды. Нәтижесінде мелатонин бөлінбейді, ал сіз түнгі сағат 3-те әлі Instagram парақтап отырасыз. Мелатонин тек ұйқы үшін ғана емес, ол қуатты антиоксидант. Ол ағзаны жақсартады, иммунитетті нығайтады және стресспен күресуге көмектеседі. Сондықтан сапалы ұйқы бұл сән емес, бұл денсаулықтың негізі. Егер таңертең сергек оянғыңыз келсе, қарапайым ережелерді сақтаңыз. Ұйықтар алдында 1 сағат бұрын телефонды шетке қойыңыз. Бөлмені тас қараңғы жасаңыз. Сағат 10 мен 11 арасында жатуға тырысыңыз. Есіңізде болсын, мелатонин тек қараңғыда жұмыс істейді. Ал сіз бүгін сағат нешеде ұйықтауды жоспарлап отырсыз? Комментарий жазып кетіңіз. Мелатонин тек біздің ағзамызда өндіріліп қана қоймайды, ол көптеген табиғи өнімдерде де кездеседі. Егер ұйқыңызды жақсартқыңыз келсе, кешкі ас мәзіріне мына өнімдерді қосқан пайдалы. Біріншісі жаңғақтар, мелатониннің негізгі көзі. Жаңғақтардың ішінде мелатонин мөлшері ең жоғарғы өнімдер бұл біріншісі пісте немесе фисташки. Мелатонин деңгейі бойынша жаңғақтар арасында көш бастап тұр. Екіншісі бадам, миндаль. Құрамында мелатониннен бөлек бұлшық етті босаңсытатын магний де бар. Үшіншісі грек жаңғағы. Ұйқы сапасын арттыруға көмектесетін пайдалы май қышқылдарына бай. Жемістер мен жидектер. Шие. Шие әсіресе қышқыл шие шырыны табиғи мелатониннің рекордшысы. Годжи жидектері. Антиоксиданттарға ғана емес, ұйқы гормонына да бай. Киви. Құрамындағы серотонин ұйқы циклін реттеуге көмектеседі. Банан. Оның құрамында мелатониннің синтезделуіне көмектесетін калий мен магний бар. Жануарларда алынатын өнімдер. Біріншісі сүт. Ұйықтар алдында ішілген жылы сүт тек психологиялық емес, физиологиялық тұрғыдан да пайдалы. Өйткені онда мелатонин мен триптофан, ұйқы гормоны бар. Майлы балық, лосось, тунец және скумбрия мелатонинге және оның түзілуіне қатысатын Д дәруменіне бай. Жұмыртқа. Ақуызбен бірге мелатониннің жақсы көзі болып табылады. Дәнді дақылдар мен көкөністер. Сұлы, овсянка. Тек таңғы асқа емес, кешкі асқа да жарайды, себебі онда мелатонин мөлшері едәуір жоғары. Күріш пен жүгері. Мелатониннің аз болса да тұрақты мөлшері бар. Қызанақ пен саңырауқұлақ. Көкөністер арасында осы екі өнім ұйқыға жақсы әсер етеді. Маңызды ескерту. Тағамдағы мелатониннің әсері болу үшін оны ұйқыға 1,5-2 сағат қалғанда тұтыну керек. Сондай-ақ жаңғақтарды қуырмай табиғи күйінде жеген пайдалырақ. Өйткені жоғарғы температура мелатонин деңгейін төмендетуі мүмкін. Мелатониннің ағзада жақсы түзілуі үшін күндіз көбірек жарықта болып, кешкі жарықты бәсеңдету маңызды. Мелатониннің жетіспеушілігі тек ұйқы қанбады деген сезіммен ғана шектелмейді. Бұл гормон ағзадағы барлық дерлік жүйелерді реттейтін болғандықтан, оның аз бөлінуі созылмалы ауруларға әкеп соғуы мүмкін. Төменде мелатонин тапшылығы негізгі зардаптарын топтастырдым. Біріншісі ұйқының бұзылуымен және ми қызметі. Инсомния, ұйқысыздық. Ұйықтап кету қиындайды, түнде жиі оянасыз және таңертең өзіңізді шаршаңқы сезінесіз. Екіншісі когнитивті қабілеттің төмендеуі. Зейін қою қиындайды, еске сақтау қабілеті нашарлайды және жұмыс өнімділігі төмендейді. Альцгеймер қаупі. Мелатонин миды қоқыстардан тазартуға көмектеседі. Оның аздығы қартайғанда ми ауруларының дамуына жол ашуы мүмкін.
Психоэмоционалдық күй, депрессия және мазасыздық. Мелатонин жетіспегенде бақыт гормоны серотонин тепе-теңдігі бұзылады. Бұл көңіл күйдің түсуіне, апатияға және негізсіз үрейге әкеледі. Стресске төзімсіздік. Ағза кортизол деңгейін төмендете алмайды. Содан адам үнемі шаршау, бірақ қозу күйінде жүреді. Метаболизм және салмақ қосу. Семіздік. Мелатонин зат алмасуды реттейді. Ол аз болғанда ағзада май жинау процесі жылдамдайды. Әсіресе тәттіге және көмірсуларға деген тәбет артады. Диабет қаупі. Мелатонин инсулинге сезімталдықты арттырады. Оның тапшылығы қандағы қант деңгейінің реттелмеуіне себеп болады. Иммунитет және гормоналды жүйе. Ерте қартаю. Мелатонин ең күшті антиоксиданттардың бірі. Ол жасушаларды еркін радикалдардан қорғайды. Ол жетіспесе, тері ерте әжімденеді, ағза тез тозады. Иммунитеттің әлсіреуі. Ағза вирустар мен бактерияларға қарсы тұру қабілетін жоғалтады, аурудан айығу процесі баяулайды. Гормоналды теңгерімсіздік. Әйелдерге етіккір циклінің бұзылуына және ПМС белгілерінің ауыр өтуіне әсер етуі мүмкін. Қауіптің белгілері. Кешкі сағат 11-ден кейін де ұйқыңыз келмейді. Жарыққа өте сезімталсыз. Түнде суық тер шығу немесе аяқтың мазасыздануы. Таңертең басым ауыр деп ояну. Мелатониннің бөлінуі біздің ішкі биологиялық сағаттарымызға байланысты. Ол түн гормоны болғандықтан оның деңгейі тәулік бойы өзгеріп отырады. Мелатонин бөлінуінің алтын уақыты. Мелатонин ең белсенді бөлінетін кезеңі түнгі сағат 11-ден таңғы 3-ке дейін. Бұл процестің кезеңдері мынандай: 8-ден 9-ға дейін күн батып жарық азайғанда мидағы эпифиз безі мелатонинді аз-аздап бөле бастайды. Сіз жеңіл есінейсіз, ағза дайындық режиміне көшеді. 10-11 аралығы. Гормон деңгейі күрт көтеріледі. Бұл ұйықтауға ең қолайлы уақыт. 12-2 пик кезеңі. Осы уақытта мелатонин ең жоғары концентрацияға жетеді. Егер сіз бұл уақытта терең ұйқыда болсаңыз, ағзаңыз барынша демалу жасушалары қалпына келеді. 4-5 таң ата бастағанда мелатонин деңгейі төмендеп, оның орнына ағзаны оятатын кортизол гормоны бөліне бастайды. Мелатонин дұрыс бөліну үшін 3 маңызды шарт. Толық қараңғылық. Көз торына түскен титтей жарық мелатониннің бөлінуін бірден тоқтатады. Сондықтан ұйқы маскасын немесе қалың перделерді пайдалану өте маңызды. Уақыт режимі. Егер сіз түнгі сағат 1-де ұйықтасаңыз, мелатонин ең пайдалы пик кезеңінің жартысын өткізіп аласыз. Күндізгі жарық. Түнде мелатонин жақсы бөліну үшін күндіз ағза жеткілікті мөлшерде күн сәулесін алуы керек. Бұл миға қазір күн, ал түнде ұйықтаймыз деген айқын сигнал береді. Қызықты дерек: егер сіз түнде оянып жарықты жақсаңыз, мелатонин деңгейі бірнеше минут ішінде төмендеп кетеді де, қайта қалпына келу үшін біраз уақыт қажет болады. Осымен видеомыз аяқталды. Лайк басып кетіңіз, подписаться кнопкасын басуыңызды өтінемін. Пайдам тиді деп сенемін сіздерге. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.